бұрыш берілген бір сүйірбұрыш 60 градусқа тең. Оған екі қабырғасы берілген 6 сантиметр, 4 сантиметр. Енді үшбұрыштың периметрін табу керек. Үшбұрыштың периметрін табу үшін біз үшінші қабырғасын табуымыз керек. Үшінші қабырғасын косинустар теоремасы бойынша жазамыз. В-ның квадраты тең А-ның квадраты плюс А-ның квадраты минус 2 АБ көбейтілген асы косинус 60 градус. Бәрін орындарына қойып шығайық. В-ның квадраты тең А-ның квадраты 36 плюс А-ның квадраты 4-дің квадраты 16 минус 2 көбейтілген 6 көбейтілген 4 көбейтілген косинус градусқа 2-ден 1-ге тең. 2-ден 1 мен 2 қысқарады. Есептесек 52-ден азайтамыз 24-ті тең болады 28 сонда В тең болады төр астында 28-ге 28-ді 4 көбейту 7 деп жазып аламыз да 4-ті төрдің алдына шығарсақ 2 төр асты 7 сантиметр болады. Енді периметрі ПАВС тең үшеуінің қосындысы 6 плюс 4 плюс 2 төр астында 7 тең 10 плюс 2 төр астында 7 дециметр. Жауабы сонда